Баршаңызға бүгін біз сіздермен дәмді голубцы тамағын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі бұрыш, болгарский фарш және де пиязымыз, және де алдын ала ыстық суға салып бұқтырып қойған күрішіміз қажет болады. Мен бір кесе күрішті қатты қайнап тұрған ыстық суға салып бетін бұқтырып қойдым. 10 минут көлемінде тұрды ол менде. Сол 10 минут көлемінде тұрған кезде мен лазыларымды аршып, пиязымды осылай турап, фаршымды дайындап алдым. Менде дайын фарш. Мен қазір сиырдың фаршынан жасап жатырмын. Сіздер қойдың етінен де жасасаңыздар болады. Өте тәтті, өте дәмді шығады деген ойдамын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, маған міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Маған пікір жазуды да ұмытпаңыздар. Қазір как раз сезоны болгарский перецтің. Жасап алыңыздар, өте тәтті, өте дәмді шығады, отбасыларыңызды қуантасыздар. Менің отбасым сорпамен ішкенін ұнатпайды, сондықтан бүгін мен тек қана голубцийдің өзін ғана мантоваркаға пісіріп алатын боламыз. Осы дайындалып тұрған фаршымызға дайын турап алған пиязымызды қосып, үстіне қара бұрышымызды қосып, және де дәміне қарай тұзымызды қосып аламыз. Бұл жерде менде 500 грамм фаршқа қостым. Барлығын қосып араластырып аламыз. Астына описанияға жазып кетемін рецепттарын. Мінекей, сумайды кішкене азырақ қосатын боламыз. Өте көп қоспаймын, өйткені менің фаршым майлы болып тұрғандықтан өте көп қоспадым. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз фаршымызды. Маған тіркелуді ұмытпаңыз, және де қандай видео қалайсыздар, қандай тағам түрлерін қалайсыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Менің каналымда басқа да тамақтың түрлері бар, көрсеңіздер болады. Міне мен бұқтырып қойған күрішімді осылай сүзгіштен сүзіп, суын сорғытып аламын. Мінекей дайын болған күрішімізді алып жаңағы фаршымызға қосатын боламыз. Фаршымызға қосып, бәрін жақсылап араластырып шығатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, арнамнан алыстамаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте тәтті, өте дәмді шығады деген ойдамын, 100% сенімдімін. Және бұл дайын болған фарштарымызды енді дайындап алған перецтерімізге, бұрыштарымызға өстіп арасына салатын боламыз. Өте қатты нығыздамадым, өйткені күріш піскен кезде өседі ғой, үлкейеді. Сондықтан осылай қатты нығыздамай салып шықтым. Барлығын салып аламыз, бұрыштарымыздың барлығын. Лазының сезоны бітейін деп жатыр, жасап үлгеріп қалыңыздар. Бұрыш деп те айтып жатамыз, лазы деп те айтып жатамыз. Осы сезон бітпей жасап алуларыңызды сұраймын. Мінекей барлығын салып шықтым бұрышты. Енді бұларды алып мантоварканың табағына салып, мантоваркаде 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мен өзім 40 минут көлемінде пісіремін. Өздеріңіздің отбасыларыңыздың санына қарай жасайтын боласыздар. Менде бұл жерде 4 адамға арналған.
менің отбасым кішкентай болғандықтан 4 адамға арналған тамақ әзірлеп жатырмын. Мінекей мантаваркамызға салып пісіріп аламыз. Міне дайын болған голубцигімізді ұсынамыз. Бұрышпен ас болсын.